малды пайдаға жарату. Бір ише жұмысымен көп мал тауып тұрса да, сонша азбен қанағат етіп, аз жұмсап тұрады екен. Бір күні көршісі сұрады: «Әй, көрші, осы сен бай бола тұра, малыңды қай жаққа жібересің? Көзге түсетін еш нәрсең көрінбейді», деді. Ише айтты: «Тапқан малымның бір бөлімімен борышымды өтеймін, бір бөлімін өсімге беремін». Көршісі сонда: «Қойшы батыр, сенің борышың бар ма еді? Және өсімге қашан ақша беруші едің?» деді. Ише айтты: «Қарт әке шешеме берген ақшаларымды өтеп тұрған борышым деп білемін. Өзімнен туған балаларға оқу оқытуға, асырауға шығарған малымды өсімге берген мал деп білемін. Балалар адам болып, біз қартайғанда жақсы асыраса, олардың борышымды өтегені емес пе?»